Саламатсыздар ма құрметті қонақтар? Елімізде көбейіп құтты болсын. Рахмет, саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Елімізден жоғарылатыңыздар, төрле етіңіздер, төрле шығыңыздар. Сіздерге де осындай той жұғысы болсын. Мен немеремді бесікке салайын деп жатырмын. Келе ғой балапаным. Немереңіздің бауы берік болсын, бақытты болсын, бай қуатты болсын, үлкен азамат болсын, ұлы-қызы болсын. Рахмет, айтқандарыңыз келсін, көп жасаңыздар. Сіздерге де осындай той тілеймін сіздерге. Бүгін мен немеремнің бесікке салу тойын жасап жатырмын. Қазағымның салт дәстүрі бойынша. Немеремнің бесікті нағашы жұрт әкеледі. Баланы қырқынан шығармай бесікке салмаймыз. Нағашы жұрты қырқынан шыққаны кейін бесік әкеледі сыйлығы ретінде. Нағашы жұрты бесік әкелген екен. Енді мен сіздерге бесікке салатын салт дәстүрді көрсетейін. Бұл қазағымның бұрыннан келе жатқан салт дәстүрі. Бірінші бесікке салмас бұрын бесігімізді аластап аламыз. Баланың ұйқысы тыныш болсын, бесік таза болу үшін. Мен қазір адыраспанмен аластайын деп отырмын. Адыраспанымызды жақтық. Бісміллә, бісміллә. Алас, 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 пәле жаладан қалас, тіл дегеннің тілі. Өзіне болсын, жасылға бірге болсын, бісміллә, бісміллә. Алас, 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 пәле жаладан қалас. Бесігімізді аластап алдық. Енді тағы да дәстүр бар, тыштырма деген дәстүр бар. Баланың шүмегінен өткіземіз тыштырманы. Тыштыма, тыштыма. Тыштыма, тыштыма. Тыштыма, тыштыма. Ал енді менің шашуымдан алыңыздар. Сіздерге де жылысты болсын шашу тыштырмадан алыңыздар. Шашу тыштырмадан алыңыздар, ауыспейіңіздер. Сіздерге де жылысты болсын. Тыштырмамызды жасадық, адыраспанмен араластадық. Бесігіміз тазарды. Енді немеремді бере ғой. Бере ғой маған немеремді. Немеремнің өмір жасы ұзақ болсын деп, ұйқысы тыныш болсын деп бесікке саламын. Бесікке жатқан бала өте таза болады. Шүмекті малдың сүйегінен жасайтын болған. Аяқ қолы түзу болып өссін деп тартып тұрып бесікке баланы байлап тастаған. Бесікке жатқан баланың ұйқысы тыныш болады. Бала шошымайды қол аяғынан. Ал қазіргі заманда бала бос жатады ғой, бос жатуға болмайды. Бала қол аяғынан өзі шошитын болады. Ал бесікте жатса, бұл қол аяғы тартылып жатып, бала ұйқысы тыныш болады. Бесікке бөледік немеремді. Енді бетін жауып, баланың бетін ашық қалдыруға болмайды. Бетін жауып қоямыз, жұқа орамалмен жабамыз бас жағындағысын. Балаға ауа кіріп тұру үшін. Жылы болады, әрі бір қалыпты жатады. Енді бесік жырын айтайық. Әлди, әлди көкешім, ән айтайын көкешім. Ән тыңдағың келсе кел, жан айтайын жан көркем. Бөппен менің ай мекен, шекер мекен, бал мекен. Ойнақтап бір бәйгіден, озып келер тай мекен. Немерем ұйықтаған сияқты. Енді немереме бата беріп жіберейін. Бисмилля. Алла балапанымның дені сау болып, өмір жасы ұзақ болып, елге әйгілі азамат болып, өніп өсіп көркейіп өсе берсін.